Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын, еттері жұмсақ болып пісетін оңай тағамдардың бірі дүмляманың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен еттерімізді ірілеу етіп турап аламыз. Барлық етімізді. Содан соң сәбізімізді ірілеу етіп тураймыз. Содан соң картоптарымызды да ірілеу етіп барлығын турап аламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Астына описание бөліміне өтіп көрсеңіздер болады. Қаншадан қосады барлығын жазып қалдырамын. Барлық картошкаларымызды ірілеу етіп тураймыз. Сонда езілмейді, әдемі болып піседі. Пияздарымызды да дөңгелек етіп турап аламыз барлығын. Бұл тағам өте жеңіл, оңай тағамдардың бірі. Кішкене астына май құйып жібереміз. Егерде сіздерде еттеріңіз майлы болатын болса, май қоспай қойсаңыздар болады. Менде кішкене майсыздау болғаннан кейін астына май құйдым. Астыңғы бөлігіне еттерімізді жайғастырамыз. Одан кейін үстіңгі бөлігіне пияздарымызды. Пияздарымызды да жайғастырып алып барлығын. Содан соң үстінен сәбізімізді барлығын ірілеу болғандықтан осылай жайғастырып шығамыз. Үстінен приправаларымызды, тұздарымызды, паприканы барлығын қосып аламыз. Содан соң үстіңгі бөлігіне картошканы толықтай жайғастырып аламыз. Барлық картошкаларды жақсылап жайғастырып алып, үстіңгі бөлігіне кішкене дәмдеуішпенен азғандай мөлшерде тұз себеміз. Бұл тағамға су қажет етпейді. Үстіңгі бөлігін капустамен жабатын болғандықтан суды қажет етпейді. Егер сіздерде помидор болса, помидор немесе осылай томаттан кішкене қосып қойсаңыздар болады. Менде помидор болмағандықтан беткі бөлігіне томаттан азырақ осылай қостым. Содан соң үстіңгі бөлігіне капусталарымызды жақсылап жауып шығатын боламыз. Капустамыз толықтай жабылу қажет. Осылай газге қойып, бірінші 5 минут астын қатты қойып қайнатып, 5 минуттан кейін жай отқа қойып, 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі ерекше болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болып қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.